жеңіл босану үшін мен не істеуім қажет та? Бала былайынан толыққанды спокойно шығу үшін бұл жерге не керек, значит, бірінші орында витаминотерапия керек. Утражестан, дюфастон шынымен шейканы жатырын бәрін қысып тастаймын, сонда мен шейкам ашылмай қиналып қалам ба да? Сіз витаминді ішесіз көтергеннен бастап, даже көтергенге дейін бастауыңыз керек. Ал ең негізгі момент бұл қандай? Ең керекті момент бұл тыныс алу техникасын сақтау, қыздар. Міндетті түрде бұл негізгі рөл ойнайды. Даже 90% осыны ойнайды. Қайырлы күн, менің сұлу қыздарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жалпы керемет тақырып, жеңіл босану үшін мен не істеуім қажет та? Қалай мен жеңіл босануыма болады? Мен разрывсыз, вообще маған разрыв деген уже қорқыныш, стресс та. Дәл осы сұрақтың жауабын білгіңіз келетін болса, не істейсіз, маған лайк басып, комментарий жазып, маған поддержка беріп, көмектесуіңіз қажет болады. Және де мұны уведомлениені басып қойыңыз, себебі бірінші видеоны сіз көретін боласыз, иншалла. Ендеше, бүгін сіздерге тақырып бұл жеңіл босану, қалай жұмыс жасауға болады. Мынау тұрған біздің қынабымыз, біздің жатырымыз, мына қынап, жатыр, шейка бәрі неден жаралған, бұл бізде бұлшықетті орган, яғни бұлшықет. Бұның бәріміз айтып, алдыңғыда эфирлерімді, немесе видеоларымызды қарағасаңыз, сіздерге айтқам, бұл не созылмалы бұлшықет. Как будто синтетика сияқты, созасын түп жойрес қайтан қалпына келеді. Тура сондай нәрсе. Енді бізде жатыр мойны не істейді? Созылып ашылады. Когда яғни мына баланың басы былайына шығып келе жатады, осы жабылып тұрады, полный жүктілік полный жабылып тұрады. Когда жүктіліктен кейін ол жайлап десек, бұл былайына ашылады, полный ашылады, когда сол кезде бала спокойно бізде шығады, сразу бұрылады, сразу тартып аламыз да. Бұл қалай, знаешь, шейка не істеп жатыр, ол тура эластикасы кетіп жатыр, кеңейіп жатыр, яғни ашылып жатыр. Бұған не керек? Неге бұл иногда ашылмай қалады да? Біз не айтады? Анда бір мифтер бар, яғни сіз дюфастон көп ішсеңіз ашылмай қалады, сіз утражестан көп ішсеңіз ашылмай қалады, D3 көп ішсеңіз ашылмайды, кальций ішсеңіз ашылмайды, витамин көп ішсеңіз ашылмайды, елевит ішетін болсаң балаң дайып кетеді. Неше түрлі мифтар бар. Миф деген не? Бұл өтірік нәрселер, яғни не? Бұлшықетке не керек? Естественно, бізге витамин қан айналым керек. Бұлшықет нормада жұмыс жасау үшін қан айналым керек. Элементарно сіздің мына тұрған тырнақ дұрыс, әдемі өсу үшін, сынып кете бермеу үшін не керек? Бұған да нормада қан айналым витамин керек, дұрыс па? Чтобы нормада өсу үшін. Когда бізде витамина не хватает, бұл не істейді? Сына береді. Ерніміз не істейді? То же самое. Когда бізде витамин жетпейді, анемиямыз болады, тез шөлдей береміз, су ішпейміз, не болады? Жарыла береді. Это то же самое. Мынау біздің тура сондай бір бұлшықетті ағзамыз да. Когда бала былайынан толыққанды спокойно шығу үшін бұл жерге не керек, значит, бірінші орында витаминотерапия керек. Яғни витаминдерді толық ішу керексіз. Мысалы, сізде анемия болса, анемияның дәрісін ішу керексіз. Міндетті түрде D3-іңізді, міндетті түрде кальцийіңізді ішу керексіз. Одан бөлек мында эластикаға жауап беретін цинк витаминін ішулеріңіз керек. Бұл міндетті түрде. Яғни бұл сіздің жатырыңызды ешқандай қатайтып тастамайды. Жалпы кальций витаминін сіз жүктіліктің 16-шы аптасынан бастап максималды 36-шы аптасына дейін аласыз. D3 витамині сіз көтерген күннен бастап іше беруіңізге болады, егер сізде D3 жетіспеушілік болса. Бұл кімдерде? Бізде почти что Қазақстанның 98%-ында D3 витамин жетіспейді. Бәрінде 5%, 10, 15, максималды 30-ға дейін жетеді. Нормада бізде 100% болу керек, бұл бізде жетпейді. Міне сол үшін D3 іше беруіңіз керек. Енді утражестан, дюфастон шынымен шейканы жатырын бәрін қысып тастаймын, сонда мен шейкам ашылмай қиналып қалам ба да, жеңіл босанамай қалам ба да. Мен айтар едім өтірік деп. Неге? Потому что мен екінші баламда, барлықтарыңыз білесіз, өте қатты қиналған. Мен прям 28 аптаға дейін қателеспесем, дюфастонды да ішкем, утражестанды да қолдағам, сонда бір гематомамен күрескем, өте бір қиын диагноз болғанда. Но почему-то бірақ мен өте оңай босанғам осы баламда. Мен қызыма Айшама қарағанда, который ештеңе ішпеген, лучше мен наоборот ұлымда оңай босандым. Өте оңай босандым да. Бірінші бұл, конечно, екінші оңай болды. Екінші себептен бірі, бұл балада проблема болған жоқ. Себебі мен уақытылы витаминдер іштім. Неге? Потому что мен стрессімді басуым керек болды. Менде әлсіздік болды да. Все так, вот сол витаминдердің арқасында да. Енді әрине бірінші Аллах Тағала көмектесуші. Бұл ұмытпеңіздер, бұл тек қана себептер да. Енді сіз жеңіл босану үшін не істейсіз? Сізде сол витаминдерді уақытылы ішу. Не так прям 9 ай болды, қазір ішу керек да. Қазір сізде 36 апта, уже 2 аптадан кейін болсаңыз, қазір бітіру керексіз. Жоқ. Сіз витаминді ішесіз көтергеннен бастап, даже көтергенге дейін бастауыңыз керек. Міне. Екінші, сіз қан айналымды реттейсіз. Ол не? Ол кегіл жаттығуын жасайсыз. Кегіл жаттығуы тек қана жүктілік кезде угроза болса болмайды, угроза болмаса, сіз оны дұрыс жасауыңыз керек. Угроза болмаса, 12 аптадан кейін да дұрыс жасауыңыз керек. Можно ренатор жаттығуын жасауыңызға, можно кегіл секундомер жасауыңызға да, яғни егер жаңадай угроза болмаса ғана.
өзіңіз әрине жасай алмайсыз да. Одан кейінгі не бұл не істейді, бұл жаттығу бізде қайнағанды реттеп береді. Можно оған дейін плазмолиптин алып дұрыс қайнағанды реттеу үшін ол не істейді, ол тағаза витаминдердің бәрін бүкіл адамды бір жерге қойып қойып күшті қайнаған болады, яғни жеңіл босануына наоборот көмектеседі да. Ары қарай не істейсіз, ары қарай бір жатырды дайындау керекпіз, яғни жатырдың мойнын, қынапты бәрін дайындау керекпіз да. Жатыр мойны бізде жаймендеп күннен күнге сөйтіп ашылады, яғни бір палец болды, екі пальчик болды, үш пальчик болды деген, яғни 1 сантиметр, 2 сантиметр, осыны 8 сантиметрге дейін ашылу керек. Ол оңай емес. Ол әр ашылған сайын бізге нереально боль береді. Ал ол жеңіл босану үшін біз йогалармен айналысу керекпіз. Желательно да, неше түрлі тренажерларға барғанымыз дұрыс. Именно для беременных, коктейльдер ішуімізге болады для беременных, да, чтобы жатыр мойны ашылуына көмектесу үшін. И жаттығулар жасауымыз керек. Оңай, жеңіл жаттығуларды, чтобы ол да жатыр мойны қайнағанды реттеп ашылу кезде оңай болу үшін. Яғни разрывсыз жеңіл босануыңыз үшін. Ал ең негізгі момент бұл қандай? Ең керекті момент бұл тыныс алу техникасын сақтау, қыздар. Міндетті түрде бұл негізгі рөл ойнайды. Даже 90% осыны ойнайды. Мен бір таң қалатыныма қаншама жерден оқыдым. Қараңыз, біздің анатомия ол бір бөлек та, ал біздің оқыған практика ол бөлек нәрсе. Екеуі тепе-тең болу керек та. Мысалы, анализді қарасаңыз, гемоглобин нормада, например, жазылып тұрады, 120-дан 140-қа дейін болу керек деп тұрады. Например, 120, мысалы, 20 жасар балада да 120, 30 жасар балада да 120, 50-дегі шалда да 120 деген нәрсе жоқ қой. Значит, не сол аралықта деп тұр, смотря сіздің возрастыңызға қарай талдау жасалынады деген сөз, дұрыс па? Это то же самое. Мысалы техникасында біз когда әйелдер босандырған сайын біз логикамызды ұмытпай, сол бойынша істету керекпіз. Себебі мен көп қыздарды білемін, осы туралы бізге ұсыныс жасап жүретін врачтар да осылай да, дыхание собачки, да, ит сияқты демалу да. Да, вот шын мәнінде сіз просто жүкті емес әйел өзі сөйтіп демалып көрсінші, қанша уақыт демалады екен. Даже 2 секундтан кейін уже талып құлай бастайды да. То же самое. Сондықтан даже тыныс алу техникасын сіз дұрыс сақтау керексіз. Сонда ғана сіз иншалла жеңіл түрде босанатын боласыз. Бұл не обязательно, что сіз бірінші балаңызда да, сіздің екінші балаңызда да, үшінші балаңызда да, бесінші балаңызда да сіз осы әдістерді қолдануыңыз керек. Ендеше біздің жүкті әйелдеріміз иншалла бір Аллахтың қалауымен аман есен босанып алыңыздар, салиқалы ұрпақтар көп болсын, және сіздер қуанып жүре беріңіздер. Кім көтере алмай жүр, сіздер наоборот көтеріп осы күнге жетіңіздер. Сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппарова, барлықтарыңызға алғысым шексіз.